Ақтау қаласындағы Мұхтар Әуезов атындағы нөмірі 20-шы орта мектепте ұлы мәдениеттанушы, ғалым, дипломат, мемлекет және қоғам қайраткері, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Тарлан сыйлығының лауреаты, филология ғылымдарының докторы, заңғар жазушы Мұхтар Әуезовтің ұлы Мұрат Әуезовтің 80 жасқа толуына орай апталық басталды. Танымдық шара аясында ұлыдан ұлы туады конференциясы өтті. 1960 жылдары Мәскеуде оқып жүрген бірқатар қазақ студенттер тарапынан құралған ұлтшыл, дәстүршіл бағыттағы жас тұлпар ұйымының жұмысы оқушыларға таныстырылды. Ары үшін арпалысып, ел үшін еңбек еткен ұйым мүшелерінің бірі Мұрат Әуезов еді. 1963 жылы ол сол уақытта Мәскеу қаласында оқып жатқан қазақ жастарымен, өз сияқты студенттермен бірге отырып, жас тұлпар деген ұйым құрды. Бұл ұйымның мақсаты қазақтың мәдениетін әлем деңгейіне көтеру және оның материалдарын тыс жерлердегі мұрағаттардан жинақтау болды. Мәскеуде құралған жас тұлпар ұйымы 1966 жылы ақпан айында Алматы қаласына келіп, қазақ жастарымен кездесу өткізді. Қылышынан қан тамған социалистік қоғамда Алматы медицина институты сабақты қазақ тілінде жүргізуді талап етті. Алматы қазақ жастарының басын қосқан Дос Мұқасан, Гүлдер ансамблі құралды. Мектептегі мұражайда өткенді бүгінгі ұрпаққа дәріптейтін тарих тағылымы бар. Мұражай ісі және мектептегі Мұрат Әуезов апталығы егіз ұғымдай болып, апталықтың аясында мұражай үлкен, ашық, шара өтетін кабинетке айналды десек болады. Мектеп ұжымына, оқушыларымызға, ата-аналарымызға алғыс айтамын. Тарихшылар жас тұлпар ұйымының тарихынан дөңгелек үстел ұйымдастырды. Мектеп информатика мұғалімдері мұражайды цифрландыру мақсатында цифрлы мұражай бастамасын көтерді. Қоғам қайраткері, ғалым, мәдениеттанушы Мұрат Әуезовке арналған апталық аясында мектеп ауласында көгалдандыру акциясы өтті. Шара ғасырлар үні халық әндер сайысымен жалғасып, ұлының ұлы болу деректі фильмі мұғалімдер мен оқушылардың назарына ұсынылды. Жасұлан Мұхан, Анвар Садат Өтесбай, Сұңғат Көнебай, Ақтау Ньюс.